Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жеңіл түрлі түсті 40 қабат қосылған салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Және де достар, ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше дайындап бастайық. Түрлі түсті дәл осындай 40 қабатты қайнаған суға шамамен 30-20 минут салып қоямыз. Яғни мына қазандағы суды қайнаттым, оттың астын сөндірдім. Енді осы қайнаған суға осы 40 қабатты шамамен 20-30 минутқа салып қоямын. Біздің түрлі түсті 40 қабатымыз салатқа қосқан кезде қытырлап, өте бір дәмді болып тұру керек. Егер жұмсақ болып кетсе, значит сіздің 40 қабатыңыз дұрыс болмағаны деген сөз. Енді дәл видеодағыдай тәтті бұрыштарымызды, яғни цветофор, түрлі түсті тәтті бұрыштарымызды мен секілді 3 бұрыштылап турап алсаңыздар болады, немесе соломка етіп турасаңыздар да болады. Дәл видеодағыдай осылай 3 бұрышты етіп турасаңыздар, дастарханға қойған кезде де салаттарыңыз әдемі болып көрініп тұратын болады. Және де енді қызанақтарымызды, яғни помидорларымызды турап аламыз. Менде кішірек помидорлар болғандықтан мен бір помидорды 4-ке не 3-ке бөле салдым. Егер қаласаңыздар, черри қызанақтарында қоссаңыздар болады. Черри қызанақтар менде өте әдемі көрініп тұрады. Егер сізде үлкендеу қызанақтар болса, осылай кішкентайлау етіп турап алыңыз. Енді корнишондарымызды қосамыз. Тұздалған корнишондарды ортасынан бөлсеңіз де болады, немесе сол қалпында салсаңыз да болады. Енді біз пиязымызды осылай 4-ке бөліп, қолымызбен пияздың арасын ашамыз. Неке дәл видеодағыдай әрбір пияздың арасын ашып, қызып тұрған майда осы пияздарымыз қызарғанша, әдемі түске енгенше жақсылап қуырып алатын боламыз. Пияздарымыз қуырылып болды. Енді 40 қабатымызды турап салатын боламыз. Осылай жан-жағынан ашып алып, біздің 40 қабатымыз жаңа ғана ыстық судан шықты, сәл суытып алды. Жан-жағын бірінші пышақпен ашып, әрі қарай қолымызбен бөле отырып, салатымызға қосатын боламыз. Неке дәл осылай. Және достар, сіздерге бір өтінішім бар. Егер видео ұнап жатса, қазақша контентті қолдап, мені қолдап каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Енді осы салатымыздың үстіне жаңағы қуырылған пиязымызды саламыз. Енді соя тұздығын қосамыз. Соя тұздығын көп қоспаңыздар. Егер көп қоссаңыздар, салатыңыздың түрі қап-қара болып кетеді. Және де соя тұздығы өзі тұзды болғандықтан, тұзды да абайлап қосыңыздар, бірақ дәмін көріп отырып қосасыздар ғой. Және де қызыл бұрышты көбірек қоссаңыздар болады. Сонда салатыңыз ашшылау, өте дәмді болып тұрады. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің түрлі түсті 40 қабат қосылған өте дәмді, әдемі әрі жеңіл салатымыз дайын болды. Салатты толықтай салқындатып, бірақ жегендеріңіз дұрыс болады. Сонда өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ас болсын.